Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Ендеше алдында өткен сабақтарымызға кішкене болса да шолу жасап кетейік. Ендеше тақтаға қараймыз. Қорқыт ата кітабының нұсқалары туралы кім айтып береді қазір? Ай. Қорқыт ата кітабының негізінен екі нұсқасы бар. Оның бірі Дрезден, Германия, екіншісі Ватикан, Италия нұсқасы. Бірақ ғалымдар оның Дрезден нұсқасына көп мән берген. Өте жақсы. Жырды кімдер зерттеген? Сымбат? Жырды Бортон, Жуминский, Диваев, Марлан, тағы да басқа ғалымдар зерттеп, оның баға жетпес байлық екенін дәлелдеді. Тамаша. Ендеше балалар, мен Қорқыт ата туралы ізденіс шығармашылық жұмыстарым болса, жазып беріңдер деген. Қане ізденіс жұмысын жүргізгендеріңіз бар ма? Мен осы ізденіс жұмысына Қорқыт атамыздың тартқан қобызының суретін салдым. Өте тамаша. Іле ғой ізденіс бұрышына келесі. Мен Қорқыт ата күйлерін ізденіп. Жақсы. Ай. Мен Қорқыт ата энциклопедиясын жинағым. Жақсы. Байжан. Мен Қорқыт ата туралы аңыздар. Жақсы. Дина. Мен Қорқыт ата туралы ескерткіштер жинап келдім. Жақсы. Тамаша. Тағы да бар ма? Міне балалар, осы ізденіс бұрышына ілінген жұмыстарымызды балалар, біз үзіліс кезінде осы шығармалармен танысып шығуларына болады. Ендеше, қазіргі тақтаға қараймыз, ассоциация әдісіне көшейік. Қорқыт атамыз кім екен кәні? Қорқыт. Қорқыт атамыз әйгілі күйші. Өте тамаша. Ұлы ақын. Жақсы. Абыз жырау. Абыз жырау. Ғұлама. Ғұлама. Көрнекті ақын. Көрнекті ақын. Аңыз кейіпкері. Аңыз кейіпкері. Әйгілі бақсы. Жақсы. Қобызшы. Қобызшы. Ұлы ойшыл. Ұлы ойшыл. Ата бабамыз. Ата бабамыз, дұрыс айтады. Дана. Дана. Міне балалар, біз Қорқыт атамыздың кім екеніне көз жүгіртіп өттік, иә? Ендеше осы Қорқыт атаның бүгінгі кітабында жазылған Байбөрі баласы Бамсы Байрақ жырын біздің бүгінгі тақырыбымыз болмақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бағалау критерийі шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды, осы тектес басқа шығармалармен салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Ендеше Қорқыт ата кітабы түркі тектес халықтардың ежелгі тарихын, байырғы тұрмысын, әдет ғұрпын, салт санасын және де ақындық дәстүрін танытатын эпикалық әрі тарихи мұра. Бұл Қорқыт атаның балалар. Осы Байбөрі баласы Бамсы Байрақтан басқа 11 жыры бар. Яғни бас аяғын қосқанда осы Қорқыт атаның 12 оғыз намасы бар деп айталамыз. Ендеше сол жырларға тоқталайық. Бірінші, Дерсақанұлы Бұқаш туралы жыр, Салдар Қазанның үйін жау шапқан жайындағы жыр, Қамбураұлы Бамсы Берек жөніндегі жыр, сыртқы оғыздардың ішкі оғыздарға қарсы шығуы, Бамсы Беректің өлімі туралы жыр деген осындай 12 жырдан тұратын кітабы бар. Ендеше бүгінгі біздің өтіп отырған тақырыбымыз осы Қорқыт атаның осы жырларының ішіндегі Байбөрі баласы Бамсы Байрақ жыры. Ендеше кітабымыздағы оқылым сканерлеп оқу әдісі. Келесі сіздерге берілетін тапсырма. Жұптық жұмыс, яғни жұбыңызбен бірге отырып, әдебиеттік лота тапсырмасын астындағы дескрипторға қарап орындаймыз. Я дескрипторға мән береміз, тақтада тұр. Шығарманың тақырыбы. Кәні, шығарманың тақырыбы. Кім айтады? Ерлік, батырлық, елді сыртқы жаулардан қорғау. Өте тамаша. Идеясы, шығарманың идеясын кім айтады? Айдана. Сол кездегі оғыздардың тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрін жеткізу. Жақсы. Осы шығармада кездесетін кейіпкерлер кімдер екен кәні? Назерке? Байбөрі, Бамсы Байрақ, Бану шеше және Қазан Салу мен Қорқыт ата. Қорқыт ата, дұрыс айтады. Ендеше оқиға желісі. Қандай оқиға желісі бойынша? Оқиғаның басталуы, Баянды ханның той жасауы. Тамаша. Келесі кім айтады? Оқиғаның байланысу, Байбөрі мен Бәбіжанның кішкентай әлі туылмаған балаларын атастырып қоюы. Өте тамаша, міне, дұрыс жауап. Келесі?
Оқиғаның дамуы, бәмсінің өсіп ер жетуі. Дұрыс, енді өсіп ер жетті. Оқиғаның шарықтау шегі, бәмсінің тұтқындалуы. Тұтқындалуы. Келесі. Оқиғаның аяқталуы, бану мен бәмсі бірінің үйленіп, бақытты өмір кешуі. Жақсы. Топтық жұмыс, яғни 3 топ. Бізде қорқыт тобы, және де қобыз, және батырлар тобы бар. Міне, осыларға алдыларыңызға QR код берілді. Сол арқылы тапсырмаларды орындайсыздар. Жырдың тарихи және көркемдік құндылығына баға береміз. Дескриптор тұр, сол дескрипторға қараймыз. Қане, QR кодпен ашамыз. Ұялы телефонмен. Қане, тамаша. Қане, бірінші топ. Шығармадан тарихи деректер жинау. Мұқағали. Қорқыт есімі түркі халықтарының бәріне бірдей ортақ, және де осы Қорқыт кітабын зерттеген атақты ғалым Қоңыратбай. Жалпы ойға желісінің сыр бойында тамыр тататын аңғарамыз. Байбөрінің ұлы болмай көпшіліктің дұға тілегімен ол ұлды болады. Ол бамсы байрақ еді. Одан кейін Байбіжан орнынан тұрып, маған да дұға тілек тілеңіздерші, мен де қызды болайын деп айтады. Жеті бол қызды болады. Ол Бану шешек еді. Жақсы, бұрынғы кез келген жырда да бар, осындай кішкентай кезінен ұл көрмей, қыз көрмей, барлығы әулиелі жерге барып, не істеген? Жоқ, ұл сұраған болатын, ол жырлардан кездеседі. Келесі, екінші топ, шығарманың құндылығы туралы өз ой пікірі сөйлейтіндер, кімдер? Қорқыт ата кітабының осы 3-ші жырында қазақтардың салт-дәстүрі ерекше бейнеленеді. Мысалы, ұл мен қызды бесікте жатқан кезінде атастырып қою, сондай-ақ қызды алыс жерге ұзату, қазақтардың тарихи қажеттілігінен туындаған салт-дәстүр, оны оғыздар да қыпшақтар да ұстанады. Мұның өзі бір-бірінен алыс жатқан тайпалардың өзара сақтау қажеттілігіне көңілге келгені мәлім. Жырдың халықтық сипатты шығарманың сюжеті мен идеялық бағыт-бағдарынан айқын көрініп тұр. Туған жерін, елін, өз отанын сыртқы жаудан қорғау үшін ажалға бас тігіп, қан майдан шыққан алыптардың ерлігі зор шабытпен жырланады. Міне, жырдың құндылығы осында. Өте тамаша. Жырдың құндылығын өте жақсы түсіндіріп кетті. Келесі, 3-ші топ, шығарманың бүгінгі күндегі орны қандай? Шығарманың бүгінгі күндегі орнын мен батырлар жырымен салыстырып сіздерге түсіндірейін. Батырлар жырындағы Алпамыс батырды алсақ, Алпамыс батырды біз кішкентай кезімізде оның жырларын оқып, ертегілерін оқып, және де мультфильмдерін көріп өстік. Және де бұл қазақ әдебиетіндегі ішіндегі өте үлкен орынды алады. Ал Бәмсі байраққа келетін болсақ, мен Бәмсі байрақты оқу барысында оның сюжеті өте қызықты екенін де, және қазақ әдебиетіндегі үлкен орынды ол да алып тұрғанын түсіндім. Өте тамаша. Жақсы. Келесі 4-ші тапсырма бағыттарыңызға берілді. Автордың жырды суреттеудегі қолданған тәсілі айтатындар кімдер бар? Бұл жырда қара сөздердің өзі құдды бір жыр жолындағы секілді ұйқас сөйлесуі, және де жеке сөздердің өзінің құрылысы бар. Орхон жазуындағы білге қағанның сөзіне өте ұқсас болып келеді. Өте жақсы балалар. Бұл топтық жұмысты өте жақсы орындады. Ендеше бірінші топ, екінші топты бағалап жіберейік, кән шапалап бағалау. Өте жақсы. Екінші, сіздер қалай бағалайсыздар? Үшінші топ, бірінші топты қалай бағалайсыздар? Ал балалар, келесі тапсырмамыз бинго 101 әдісі. Яғни алдыларында осы бинго 101 әдісіне жасырынған сөздер жазылған. Ендеше мен сұрақты оқимын. Тапқандарын қолдарыңды көтересіңдер. Тәңірі саған ұл берсін деп айтылған тілек кімге айтылып еді? Бинго. Байбөріге айтылған. Байбөріге, өте тамаша. Сізге қобыз, естелік. Келесі, Бамсы байраққа бесіктен атастырылған қыз. Бинго. Бану шешек. Өте тамаша. Байбөрі баласының алғашқы есімі? Бинго. Бекжан? Банш. Бүгінгі сабағымыздан сізге. Келесі балалар енді осы сабағымызды бекіту барысында Попс формуласы әдісі
яғни қорқыт алғаш қобыз тартып сарын айтуды үйреткен ең бірінші бақсы деген Шоқан Уәлихановтың сөзіне өз көзқарасымды білдір. Ендеше осы қобыз формуласы бойынша сөйлейік. Менің ойымша, кім? Қорқыт ата туралы аңыздарды оқысақ, оның үш айқын қасиеттерін байқай аламыз. Бізде біріншіде байқасақ, ол Оғыз Қыпшақ тайпасынан шыққан атақты абыз. Сонымен қатар екіншісіне тоқтала кетсек, ол жерде қобызды ең алғаш ойлап тауып, оны үндеткен өнерпаз. Үшіншіден ол атақты жырау дейді. Атақты жырау дейді. Міне, қаншама бізге мағлұмат беріп кете алды, иә? Өте тамаша. Келесі себебі мен оны бұлай түсіндіремін. Қаны, рахмет Ділда. Себебі мен оны бұлай түсіндіремін. Қорқыт ата дана ойшыл адам. Қорқыт ата мен қобызын бөліп қарауға болмайды. Халық аңыздарына қарағанда қобыз аспабын Қорқыт ата жасаған және алғаш рет күй шығарып тартқан. Сол күйін тартқанда бар табиғат ұшқан құс, ескен жел, жүгірген аң бәрі тоқтай қалып тыңдапты. Сондықтан Қорқыт ата ең алғаш күй сарынын шығарған қобызшы. Тамаша, өте жақсы айтып шықты. Келесі, оны мен мынандай фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Қаны, кім? Жайлау Арнұр. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Жыр мен күй атасы Қорқыт ата мәңгілік өмірді сүру үшін дүниенің төрт бұрышын кезеді. Қолынан қобызын тастамайды. Мысалы, ол қобызын тартқанда тіршілік иесінің бәрі күй сазына құлақ түреді. Осылайша ажалды күй сазымен жолатпай өмір жынын толғайды. Жақсы. Келесі, осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Байжан. Қорқыт ата өмірден озса да, әлі күнге дейін өнері мен білімі мәңгілік жалғасуда. Өте тамаша. Міне балалар, Байжан, Қорқыт атамыздың тапқан күйлері бүгінге дейін жетуде дейді. Яғни бүгінде мысалы қобызға қызығушылық танытып жатқан қаншама жас ұрпақ бар. Ал енді осы балалар Қорқыт ата қобыз тартты дедік. Енді біздің өтіп отырған осы Бамсы Байрақ батырымыз бар ғой. Мысалы сол кісінің өзі дейді, сол батырымыздың өзі зынданға түсіп көп жыл бойы зынданда жатқан. Бірақ сол зынданнан қалай шықты дейсіңдер? Міне осы Қорқыт ата сияқты ол да қобыз тартып, көпшілікті тәнті етіп, сол қобыздың үнімен елітіп, сол зынданнан сол қобыздың арқасында шыққан делінген аңыз бар. Ендеше бүгінде біз Қорқытты, сондай Бамсы Байрақ батырымыз сияқты сол кісілердің қобыз тарту өнерін қазіргі кезде жалғастырып, өзінің қобыз тартып жүрген өздерінің сыныптастарын Ұлдананың қобызына кезікпейді. Сабағымызды бағалау критериімізға мән берейікші балалар. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтадық па? Анықтадық. Осы тектес басқа шығармалармен салыстыра алдық па? Қай шығармамен салыстырдық? Алпамыс жырымен. Тарихи және көркемдік құндылығын баға бердік па? Баға бере алдық. Кері байланыс берейік. Алдыларыңызда кері байланыс парағы тұр. Мені сүйсіндіргені, мені қызықтырғаны, менің тілегім, біздің түйгеніміз. Ендеше мені сүйсіндіргені, кім тоқталып кетеді? Сыныптасым Ұлдананың қобыз тартуы мені сүйсіндірді. Қобыздың дауысы маған қатты әсер етті. Өте тамаша, дұрыс айтасың. Мені қызықтырғаны? Бүгінгі сабақта Бамсының, яғни саудагерлерден алған сыйлық емес, әкесінің қолын алғаны мені өте қатты таң қалдырды. Менің тілегім, Нұрсұлтан? Әдебиетте әр шығарманың өз орны бар. Осындай тарихқа толы шығармалардың құны жоғалмай, келешек ұрпаққа жете берсін деп тілеймін. Иә, бүгінде міне бізге жетіп отыр. Біздің түйгеніміз? Біздің түйгеніміз біз осы Қорқыт атамыздың басқа да көптеген жырларын таныссақ деген ойдамыз. Өте тамаша. Ендеше кері байланыстарыңызды мына кері байланыс тақтасына ілулеріңізге болады. Міне балалар, бүгін біз Қорқыт ата кітабындағы Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жырдың мен танысып шықтық. Оның Бамсы Байрақтың сондай керемет Алпамыс батырдай өте елін, жерін ойлайтын нағыз батыр екенін білдік. Еліне деген сүйіспеншілігі, олардың ел қорғау, жерін қорғауға деген махаббаты, сүйіспеншілігі, міне осы жырдан сондай оқиғалардың барлығына біз көз жеткізе білдік.
Ендеше үйге тапсырма қараңдар, батыр туса ел ырысы тақырыбында әдеби